A few moments later. Сәлем достар, бүгін біздің видеомыздан әлемдегі ең таңдаулы, қолжетімді 7 бірдей автокөлік жайлы мағлұмат білетін боласыздар. Ендеше кеттік. Көпшіліктің қалтасы қарағандықтан шама келсе үнемді, арзан, әрі жүруге ыңғайлы көліктер алуға тырысады. Назарларыңызға әлемнің ең арзан көліктерінің тізімін ұсынамыз. Каренджи Мазана 2. Каренджи компаниясы шығарады. 1985 жылы Мадагаскарда ашылған. Ұзақ уақыт үзілістен соң компания өндірісті қайта қолына алып, Мазана 2 моделін жарыққа шығарды. Бұл көліктің ерекшелігі терезе жуатыны мен қауіпсіздік жастықшаларының жоқ болуында. Осыған орай бағасы да өте арзан. 2000 years later. Кениялық Mobius Motors компаниясы жергілікті жерге арнап өте арзанға шығатын автокөлік шығарды. Жол таңдамайтын көліктің негізгі құбырлы каркас қуаты 86 күшіне тең. 1,5 литрлік мотор салынған. Автокөлікте кузов элементтері өте аз. Керек десеңіз терезесі де жоқ. Үшінші орынға жайғасқан Hyundai Ambassador. Hyundai Ambassador'да магнитола, ауа салқындатқыш және рөлдің гидроұлғайтқышы бар. Машинаның көлемі D кластағы Senatorмен шамалас. Кузовы 1956 жылы шығарылған. Сол кезден бері өзгертілмей әлі келе жатыр. Автокөлік бағасы $4,500. Silky Mehran автомобиль Пәкістанда шығарылады. Ол әлемдегі карбюраторлы мотормен және вакуумдық үздеткіш тежегіші бар жалғыз автокөлік. Мартес. Бұл көлік паршаға таң шығар. Ресейлік нарықта ең арзан көліктердің көшін бермей келе жатқанына біраз болды. Ескі көлік болса да бұған деген сұраныс біршама, құны $5,000 дуадап қалды. Әрине, іші онша емес, алса қауіпсіз деуге де келмейді. QQ. Бұл көлікті шығарушыларды плагиатқа айыптап, тек ішкі нарықта ғана сатылатын болып қалды. Негізі Қытайда жасалған 68 ат күшіне тең қуаты бар 1 литрлік қозғалтқышпен жабдықталған. Машинаға 5 адам сыяды. $4,500 ауа салқындатқыш, аудиоаппаратура мен антеннаны қосып алуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Right, bitches change, yeah, I like